Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасы өлкетану жобасы бойынша Жамбыл облысының әкімшілік бөлінісі Байзақ ауданына шолуды ұсынады. Облыс аумағында 10 аудан, облыстық мәндегі Тараз қаласы және аудандық мәндегі Қаратау, Жаңатас, Шу сияқты 3 қала, 367 елді мекен бар. Байзақ ауданы Жамбыл облысының оңтүстігіндегі әкімшілік аудан. 1938 жылы құрылған. 1996 жылға дейін Свердлов ауданы болып аталды. Жерінің аумағы 4,5 мың километр квадрат. Аудандағы 43 елді мекен 17 ауылдық әкімшілік округтеріне біріктірілген. Орталығы Саркемер ауылы. Аудан жерінің басым көпшілігі жазық, тек оңтүстігінде ғана Қырғыз Алатауының тау алды аласа қыраттары мен қырқалары орналасқан. Ауданның ең биік жері оңтүстігінде, солтүстігінде Мойынқұмның қырқалы ұялы және шағылды құмды алқабы, орта бөлігінде Талас өзенінің аңғары жатыр. Жер қойнауынан фосфорит кені, құрылыс материалдары барланған. Климаты тым континентті, қысы біршама жұмсақ, жазы ыстық, қуаң, солтүстігі аңызақты. Ауаның орташа температурасы қаңтарда -6, -9 градус, шілдеде +23, +26 градус. Жауын шашынның орташа жылдық мөлшері 150-300 мм. Аудан аумағынан Талас, Көделі өзендері және олардың салалары мен тармақтары оңтүстіктен солтүстікке қарай ағады. Жерінің топырағы негізінен сұр, солтүстігінде құмды, оңтүстігінде бозғылт қоңыр топырақты. Оларда жусан, еркек шөп, көкпек, бұйырғын, күйреуік, жыңғыл, сексеуіл, өзен бойында қамыс пен құрақ өседі. Жануарлардан қасқыр, түлкі, қоян, суыр, борсық, жабайы шошқа, ақбөкен, аламан тышқаны, құстардан дуадақ, құр, көкқұтан, қырғауылды кездеседі. Байзақ ауданы облыстағы халықтың тығыз орналасқан аудандарының бірі. Бұл ауданнан елге белгілі көптеген атақты адамдар шыққан. Олардың қатарында айтыскер ақын Мұхамеджан Тазабеков, айтыскер ақын Әзімбек Жанқұлиев, ақын журналист Назира Бердалы, журналист Айгерім Шаймерден, композитор Есжан Әміров, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Тұңғышбай Жаманқұлов бар. Байзақ ауданы қант қызылшасы мен биязы жүнді қойы, оларға қосымша астық, етті, сүтті мал, көкөніс, бақша, құс, жылқы өсіруге және омарта шаруашылығына маманданып келген.